көңіл күй барлығы жақсы ғой. Жақсы өз көңіл күйім. Орынды болған екен. Енді үнемі ізденісте жүресіз, және бір тағы да тың жаңалығыңыз жарыққа шықты деп айтсақ болады. Бұл міне қолыңызда тұрған қазақ этнографиялық ауылы жобасы. Әңгімені осыдан бастайықшы. Осы жоба туралы әңгімелесейік. Бұны қолға алып қазір көрермендерге де көрсетсек болады. Көрсетіңіз. Бұл жоба ұсынылды ғой енді. Бұл жоба ұсынылып жатыр. Міне құрметті көрермендер. Көрермендерімізге де көрсете отырайық. Енді бұл жоба расында тек қана киіз үйден құралған. Бұл енді қазақтың этнографиялық ауылы дейтін жоба. Қазақтың мынау ұлы тарихында кезеңіне байланысты, қолдану аясына байланысты, содан кейін киіз үйдің құрылысы сүйегіне байланысты 52 үй пайдаланған ғой, 52 түрлі. Содан кейін мынау 12 аталық үй бар бұның ішінде. Анда көрсетіп отырған көріністегі сол 33 үй, мына жақта 12 үй бар, 12 аталық. Енді бұл ауылдың ерекшелігі мынау қазақтың қара шегесінен қара шаңырағына дейін осында бірақ табылады. Сауда үйі бар, ас үйі бар, мынада монша деп жүр ғой қазір, бұлау дейді бұрын. 7 түрлі бұлау үйі бар енді, 40 жылға ауырып жазатын. Арша бұлау, су бұлау, тас бұлау, құм бұлау деген мұнда қазақ шипагерлігі бар. Қазақтың тігіншілік үйі бар бұнда, бүтін киімі шығады. Содан кейін мына ас үйінде қазақтың 39 түрлі табақ, ет тартады ғой. Ұлттық тағамдар, бала табақ, тіпті еттің өзінен бір 39 түрлі табақты брендке айландырып тартып болады. Содан кейін келген қонақтар қыз табақ жей ме, жігіт табақ жей ме, төре табақ жей ме деген сияқты. Отауда отырып жей ме, орда үйде отырып жей ме деген сияқты. Ал оның сыртында мынаның астында 2 этаж парковка болады, машинасының астына кіріп кетеді. Мынаның үлкен айналасы керегемен қоршалады. Үстінен қарасаңыз да киіз үй ұқсаған, былай қарасаңыз да киіз үй ұқсаған. Содан кейін мынау сауда үйі. Бұны енді киіз үйден жеңілдетіп тігуге де болады. Мынаны тарихи кірпіштен 2 этажды, 3 этажды қылып соғып, тарихқа қалтыруға да болады. Енді бұның ішінде Алтыбақан да бар, Тәуке ханның, Есім ханның деген сияқты заңдар үйі де бар, неке сарайы да бар, барлық осынан табылады демекшіміз. Себебі былтыр мен мұны көп жылдан бері ойластырып жүрдім, Қытайдан маған 24 қонақ келді үйге. Қазақ қонақсыз болмайды ғой. Содан кейін оны біз Астанаға апардық, Бурабайға апардық, Алмарасанын алып шықтық, Медеуге алып шықтық, қаланың ішін аралаттық. Сосын оның бәрі Үрімжі шаһар деген үлкен қала барып көрген болса, өз жерде де жаңа парниктер, бақшалар бар ғой. Содан балалар бақшаға барамыз дегеннен кейін Қазақстан бақшасын көргелі жүр ғой. Одан біз анау неге апардық бақшаға? Мынау балуан шолақтың қасындағы неменеге үлкен баракқа апардық. Бәрі темірде. Анаған шайқайды, мынаған шайқайды, айландырады. Содан кейін дөңгелекке отырады. Оның қызығы жоқ, ол Үрімжіде де бар. Оның барлығы бар. Барлығы бар. Одан да кереметі бар, одан да биік, одан да кеңдігі бар. Әрі оған қарап отырып мен үлкен ой қалды. Үлкен ой түсті. Енді анау Ақтаудан келген, Атыраудан келген, Қызылордадан келген, Қазақстан түкпір-түкпірден келген балалардың мына жерінде немесі бар, мұғалімдері, апайлары ертіп жүр. Әуелі біреулер темірден олап жылап жатыр, біреулердің мұрны жараланып қалды, оны көзім көрді. Содан кейін ойлап отырып, мынау қазақ этнографиялық ауылы керек ауыл екен деп. Енді балалар маған келсе бірден жаңағы тамақтанады, екіден жаңағы бүтін қазақтың асық ойынынан тартып, бүтін Алтыбақанынан тартып, барлық атқа мінуден тартып, 5 қарудан тартып батырдың. Соны көреді, киімін киеді, сосын ұлттық тамақпен тамақтанады. Қазақтың әрбір киіз үйіне кірген сайын оның ішінен шыға алмай қалатындай болады. Керек болса оның ішінде қазақтың аспан талау әнімі, білімі, астрономия үйі де бар. Жаңағы аурулар келіп емделуіне де болады. Бұл енді осы мақсатта жасалған жоба. Содан кейін қазақ қонақсыз болмайды. Мынау мемлекетке келген қонақтар